Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Былтырғы жылдың соңында бүкіл елді шулатқан Талғардағы жағдай. Мәжіліс депутаты Абзал Құспан Талғарда бір топ бұзақының қолынан қаза тапқан 16 жастағы Шерзат Болаттың өліміне қатысты қылмыстық істің жақында сотқа жолданатынын мәлімдеді. Заңгер бұған дейін Талғарға барып полиция және прокуратура өкілдерімен кездескендігін атап өтті. Өткен жылдың желтоқсан айында бізге қаңтар айының соңына дейін қылмыстық істі аяқтап, сотқа жолдаймыз деп уәде берген еді. Қазір істегі күдіктілердің барлығы қамауда. Әрқайсысына қатысты тиісті құқықтық баға берілді. Менің болжамымша іс келесі апта немесе одан кейінгі аптада сотқа жолдануы керек. Прокуратура істі сотқа жібермес бұрын арнайы брифинг өткізуді жоспарлап отыр. Қазіргі қолымдағы ақпарат осымен шектеледі, деді Абзал Құспан. Айта кетейік, бұған дейін депутат Абзал Құспан марқұм Шерзат пен оның ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың өлімі бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің бақылауында екендігін жеткізген еді. Ол туралы Facebook әлеуметтік желідегі парақшасында жазған. Депутат аталған іс бойынша 170-тен астам куәгерден жауап алынып, жан-жақты тергеліп жатқандығын алға тартты. Мен заңгер ретінде бұл ауыр жағдайларды құқықтық тұрғыда қарастырудың маңыздылығын атап өткім келеді. Мұндай істерде қоғам тарапынан жасалған қысым тергеу амалдарының объективті әрі жан-жақты жүргізілуіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Прокуратураның ресми ақпаратына сәйкес, қасақана кісі өлтіру күдігімен 11 адам ұсталғаны белгілі. Қазіргі таңда тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы іс бойынша 170 адам куәгерлерден жауап алынып, 40-қа жуық сараптама тағайындалып, жан-жақты тергеліп жатыр. Сонымен қатар Шерзат Болаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың өлімі де бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің бақылауында екенін атап өткен жөн. Ол бойынша сот медициналық сараптамалар жүргізіліп жатыр деп жазды депутат мырза. Шерзат Болаттың өліміне қатысты іс бойынша тергеу 2024 жылдың аяғына дейін бітпеді. Бұған дейін ішкі істер министрлігі басшысының орынбасары Санжар Әділов тергеу жыл аяғына дейін аяқталатынын мәлімдеген еді. Алайда министрлік уәдесінде тұрмады. Мәліметке сүйенсек, қылмыстық іс көбейген. Ұрлық, бұзақылық, қорқыту және қылмыс туралы хабарламау эпизодтары қосылды. 11 күдікті қамауда отыр. Хуторский ұйымдасқан қылмыстық тобының басшысы делінетін Хасан Қасымбаевты қамауға алу мерзімі де жақында аяқталуы керек еді. Іс сотқа жіберілді немесе қамауға алу мерзімі ұзартылды деген хабарлар әлі жарияланбады деп жазылған мәліметте. Белгілі құқық қорғаушы Айтбек Амангелді бір топ бұзақының қолынан қаза тапқан 16 жастағы Шерзат Болаттың ісі бойынша сот процесі қай уақытта өтуі мүмкін екендігін айтқан еді. Оның сөзінше, тергеу әлі жалғасып жатыр. Болжам бойынша наурыз айында өтуі мүмкін, алайда бұл уақыттан ерте немесе кеш болуы да мүмкін. Қазір тергеу аяқталу кезеңіне жақын, одан кейін екі тараптың іс материалдарымен танысу басталады. Бізден бөлек тағы 11 күдікті мен олардың адвокаттары бар. Олар да іспен танысып, өз тарапынан өтініштерін білдіруі мүмкін. Одан кейін іс прокуратураға жіберіліп, процестік заң бұзушылықтардың бар жоғы тексеріледі. Содан соң іс судьяны анықтау үшін сотқа жолданады. Судья өз жұмыс кестесіне сәйкес алдын ала тыңдау күнін белгілеп, содан кейін негізгі сот талқылауы басталады деп жазды ол. Құқық қорғаушы Айтбек Амангелді Шерзат Болаттың отбасына арналған үй қайырымды азаматтардың қаржысына салынатындығын да мәлімдеді. Оның айтуынша, бұның миллиардтаған қаражат жымқырды деген күдікке Перизат Қайраттың қорына ешқандай қатысы жоқ екен. Қаржаубайдың отбасы үшін үй меценат қаражатына салынады. Перизаттың жинаған ақшасы бұл мақсатқа пайдаланылмайды. Біздің бұл жинаққа қатысымыз жоқ, оның реквизиттерін білмейміз. Қазіргі уақытта пікірлерде түрлі реквизит таралып жатыр. Сондықтан алаяқтық әрекеттердің құрбаны болып қалмаңыздар. Егер нақтылауға жет болса, Перизаттың өзіне хабарласқандарыңыз жөн. Бұл жинақтың мақсаты бізге беймәлім, дейді Айтбек Амангелді.
Сонымен қатар ол перизаттың өз адвокаттары мен қол ұшын созып жатқан қоғам қайраткерлері бар екенін атап өтті. Перизат деп отырғанымыз бұл Қаржаубай Нұрымовтың қарындасы. Перизат біздің қамқорлығымыздағы тұлға емес, сондықтан бұл жинақты бізбен немесе Қаржаубайдың отбасы мәселесімен байланыстырмауларыңызды сұраймыз, деді құқық қорғаушы. Себебі әлеуметтік желіде Перизат, яғни Қаржаубай Нұрымовтың қарындасы делінген азаматша халықтан көмек сұрап жатқандығы әлеуметтік желіде жария болған еді. Ал енді президент Қасым-Жомарт Тоқаев дәл осы Талғардағы мәселе бойынша Ана тілі газетіне берген сұхбатында айтып қалды. Яғни Шерзат Болаттың өліміне қатысты тұсы бар екен. Президент елімізде заң мен тәртіп қағидаты мызғымастай орнығуы тиіс екенін Талғар оқиғасына дейін жариялаған жолдауында құқық қорғау органдарынан қылмыс пен қарақшылықтың тамырына балта жабуды талап еткенін тағы бір еске салды. Талғардағы оқиғадан кейін құқық қорғау органдары қажетті шаралардың бәрін қабылдады. Күдіктілер қамауға алынды. Тергеп-тексеру жұмыстары аяқталуға жақын. Көп ұзамай осы іске қатысты сот болады. Бұл оқиғаға орай құзырлы органдар қабылдаған барлық шара заң талаптарына толық сай келеді, ал басқаның бәрі құр дақпырт пен теріс пиғылды кейбір топтардың осы жағдайға саяси сипат беруге деген ұмтылысы ғана. Бұған жол беруге болмайды. Осы оқиғаға қатысы бар азаматтар бойынша мына мәселені еске салғым келеді. Қазақ халқы шетелден келген отандастарын қандасым деп құшақ жая қарсы алды. Тарихи отанына оралғандар Қазақстанның заңдарына қатаң бағынып, қоғамдық тәртіпті сақтап, заңсыз әрекеттерден аулақ болуы керек. Олар бұрын өздері тұрған елдің билік талабын сақтап, ондай әрекет жасаған жоқ қой, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Дегенмен Ана тілі газетіне жарияланған дәл осы сұхбаттан кейін қандастардың мәселесі қозғалды деген тұсты теріп алып, біршама әлеуметтік желіде пікірлер айтылды. Оның арасында сыни пікірлер де жетерлік, яғни қандастар мәселесіне қатысты. Жалпы Талғардағы бұл қанды оқиға президенттің алдына жетіпті. Мәжіліс қабырғасында да бұл оқиғаға байланысты бірнеше депутаттық сауалдар көтерілген еді. Демек, билік болып жатқан процестерге бір көзін салып отыр деуге болады. Халықтың да әділдікті талап етіп жатқанын білеміз. Арнамызда да бірнеше видеороликтер дәл осы Талғар ісіне қатысты жарияланған болатын. Барша елдің дәл қазіргі күтіп отырғаны бұл әділдік. Қалай десек те істің ақ қарасы ашылып, әділдік орнайтын күн алыс емес деп ойлаймыз. Ал сот процесі ашық түрде өтуі керек. Және бұл бүкіл елдің алдында, әділдікті талап еткен қоғамның алдында ашық болғаны билікке де тиімді деген пікірдеміз.